Аскөктің тағамды дәмдеуіш қасиетімен қоса дәрілік қасиеті бар екенін біздің жыл санауымызға дейінгі адамдар жақсы білген. Оны көне Египетте бауыр сырқатын емдейтін дәрі деп қараған. Ол бүгінде әлем халықтарының барлығында қолдан өсіріліп, күнделікті қажеттіліктерін өтейді. Аскөк 1 жылдық немесе 2 жылдық болып келеді. Оның биіктігі 1,5 метрге дейін жетеді. Жағдай талғама еккен орынға жақсы жерсеніп, бойлап өсе береді. Ол шаташа гүлділер тұқымдасына жатады. Аскөк шілде-тамыз айларында гүлдеп, қыркүйек айында дәні піседі. Тұқымының құрамында эфир майы 3%-ға дейін болады. Одан су буымен айдау арқылы басқа да май түрлерін өндіреді. Бұдан басқа фенхон, анетол, флавоноидтар, аскорбин қышқылы, каротин, басқа да химиялық қосылыстар бар. Одан қан қысымын төмендететін, қан тамырларын кеңейтетін, шектердің жұмысын жақсартып, реттейтін, зәрді жүргізіп қақырық түсіретін дәрілер жасайды. Сіздермен бірге дертке дау арнасы. Құрметті оқырман, 100 000 оқырманға жетуге ат салушыларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Халық емшілері одан ежелден ұйқы келтіретін, өтті айдайтын, бауырды емдейтін, балалы әйелдерге сүт шығаратын дәрі ретінде қолданып, бай тәжірибе жинақтаған. Аскөк тұқымын аз қорыту жүйесінің жұмысын жақсарту үшін тиімді қолдана білген. Ғылыми медицинада жас балаларға арнап, одан аскөк суын дайындайды. Ол үшін аскөк майының бір бөлігінде 1000 бөлік тазартылған су қосып дайындайды. Аскөктің ұнтақталған дәнінен 1 шай қасықты 1 стақан қайнап тұрған суға салып, жабық ыдыста 1 сағат бұқтырады. Іш жүрмей қатып қалған кезде осыдан әр жолы 2 ас қасықтан күніне 3-4 рет ішеді. Аталған ауруға арпа және аскөк тұқымынан алып, ұнтақтап, оған алоэның кептірілген қабығынан қосып, соның 1 шай қасығын 1 стақан қайнап тұрған суға салып, жарты сағат жабық ыдыста бұқтырады. Осыны 1 ас қасықтан ас алдында күніне 3 рет ішетін болса, ішек жұмысын реттейді. Зәр жүрмей бөгеліп қалса, ұнтақталған аскөк тұқымынан 2 ас қасықты арғай тамырынан, ұнтақталған 3 ас қасықты жантақтың шөбінен, 1 ас қасықты алоэның құрғатылып ұнтақталған жапырақ үгіндісінен 1 ас қасықты араластырып алады да, осыдан 1 ас қасықты 300 грамм қайнап тұрған суға салып, жабық ыдыста жарты сағат ұстайды. Дәрі дайын. Осыдан 1 ас қасықты ас алдында күніне 3 рет ішеді. Бір емдеу барысы 15 күн. Адамның ұйқысы қашып, көңіл күйі бұзылған кезде 1 стақан аскөк тұқымын ұнтақтап, оған 2 ас қасық ұнтақталған шүйгін шөп тамырын қосады. Жарты литр таза кагор шарабына салып, 20 минут ақырын қайнатады. Осыны 2 сағат бұқтырып қойып, жатар алдында сөзіп 50 граммнан ішеді. Бір емдеу барысы 7 күн. Өтпен бүйрекке тас байланған кезде 2 ас қасық аскөк шөбі тұқымын жапырақтарын ұнтақтап, 500 грамм қайнап тұрған суға құйып, су можасына тағы 20-30 минут ұстайды. Осыны бұқтырып, салқындаған соң жылыдай ас алдында 3-4-ке бөліп ішеді. Бір емдеу барысы 21 күн. Зәр жолдарының ауруына зәр бөгеліп, жолдары ашып ауырған кезде 1 ас қасық аскөк тұқымын 1 стақан қайнап тұрған суға 20-30 минут жабық ыдыста бұқтырып сүзіп, 1 ас қасықтан күніне 5-6 рет ішеді. Қан қысымының өзгеруіне 1 ас қасық ұнтақталған шөбін 250 грамм қайнап тұрған суына салып 30 минут бұқтырады. Осыны астан бұрын жарты стаканнан ішіп 10 күнге жалғастырады. Аллергиядан тері бөлініп, қотырланғанда аскөк шырыны мен шөбін суға қайнатып алып, екеуін қосады да қотыр үстінен компресс жасайды. Көздің көру қабілеті нашарлап, үстіңгі қабатынан жұқа қабат өсіп шыққан кезде аскөк шырынына таза дәкені батырып, көзге компресс жасайды. Дене күйіп қалған кезде аскөк шырыны мен шөбінің қайнатындысын жылдай көзге компресс жасайды. Аскөктің пайдалы құрамы дизентерия, диарея, жұқпалы аурулар кезінде ұйқы бұзылғанда жақсы көмектеседі. Ем болсын, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз.
Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы.